Кайырлы кеш достар. Кешке асқа не дайындаймын деп ойланып отырған болсаңыз, осы тағамды жасап көріңіз. Унымызды бір жұмыртқа қосып, тұзымызды қосып илеп аламыз. Орташа қаттылықта. Жақсылап иін қандырып, салфанға салып, тындырып қоямыз. Унымыз дайын болғанша салмамызды жасаймыз. Бұл тағамды қолданба деп те атайды, немесе қолдан жасалынған макарон десеңіз де болады. Етімізді сарымсақ, чеснок, бар болса перец қоссаңыз болады, қоспасаңыз да өз еркіңізде. Қара қуырдақ қылып соған қоссаңыз да болады. Үйде не бар, сонымен жасасаңыз, морков қоссаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Унымыз тынды. Ең бастысы, унымызды жақсылап қолмен жасап аламыз. Осылай жіңішкелеп уныңызды есіп алыңыз. Бас бармағымыздың көмегімен тақтайдың үстінде осылай басамыз. Мінекей, ортасы қуыс болып шығады, бармағыңызбен қаттырақ бассаңыз. Оны сеуіп отырыңыз. Ешқандай жабыспайды, уайымдамаңыз. Ортасы осылай қуыс болып шығады. Қолыңызбен, бас бармағыңызбен барлығын осылай басып шығамыз. Дәмді болып шығады. Мінекей, осыны қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Ешқандай жабыспайды. Суға тұзымызды салып, дайын болған, жасап алған ұннан макарондарымызды салып, суға осылай пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суда бір 5 минут қайнатсақ, жеткілікті. Ұсақ болғандықтан пісіп шығады. Осылай суға сүзіп аламыз. Бір-екі қайтара жуып жіберіңіз. Мінекей, жылтырап әдемі, жабыспайды ешқандай да. Енді етімізді қуырып дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етіміз дайын болды. Сарымсақ, чесногымызды салып, жақсылап қуырып, картопымызды, перецімізді салдық. Дәмі әдемі болып шығады. Перец қоссаңыздар. Кішкене томат қосамыз. Барлығын жақсылап қуырып, бір стакан суымызды құйып, сәл бұқтырамыз піскенше. Пісіп дайын болды, міне. Осыны үстіне қосып араластырамыз. Бөлік салсаңыз да болады. Тәрелкеге салып, үстіне подлив құйсаңыз да. Осылай араластырсаңыз дәмді болып шығады. Сорпасы сіңіп, сәл бұқтырып қоямыз. Дайын болды тамағымыз. Тәрелкемізге салып, өз қалауыңызша, үйде ас көк, укроп болса сәндесеңіз болады. Жоқ болған жағдайда осылайда өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.